Елімізде табысы төмен отбасыларды несиелендіруге арналған Бақытты отбасы бағдарламасы өз жұмысын бастаған болады. Бүгін ауданымызда осы мемлекет ұсынған жеңілдікпен алғашқы болып баспанаға қол жеткізген қатысушы анықталды. Жаңа қоныс иелерінің бұл қуанышымен аудан әкімі Жандарбек Талабаев тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің ғимаратына арнайы келіп құттықтап, пәтер кілтімен қоса өз атынан теледидар табыстады. 2014 жылдан бері әкімдікте кезекте тұрған Дана Сейілханова биыл баспаналы боламын деп ойламаған. Енді Регель ауылындағы Толстой мектебінің ұстазы Дана Нұрбек қызы Қаскелеңде орналасқан Алтын ауыл ықшам ауданындағы бір бөлмелі пәтер иесі. Аталған бағдарламаның толық емес санаты бойынша баспанаға қол жеткізіп отыр. Тұрғын үй жинақ банкінің қызметкерлеріне көп рахмет. Осындай бағдарламалар көп болса, үй ала алмай жүрген халқымызға көп көмегі тиер еді. Ауданымызда бұл бағдарлама бойынша құжаттарды қабылдау шілде айының 17-сінен басталған болатын. Банк қызметкерлерінің берген мәліметіне сүйенсек, аудан бойынша бүгінгі күнге дейін Бақытты отбасы бағдарламасына қатысуға 109 адам өтініш білдірген. Тұрғын үй алу үшін сізге біріншіден әкімшілікте кезге тұру керек, екіншіден сізде тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде өзіңізде шотыңыз болып, және сол әкімшіліктен бағыт қағазын алып, өзіңіз табысыңызды көрсету керек болады. Табысыңыз сізде бір адам басына шаққанда 42-500-ден аспау керек. Дәл осылай Дана Сейілбек басында Бақытты отбасы бағдарламасымен баспаналы боламын десеңіздер, аудан орталығында орналасқан тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі білікті мамандардан кеңес алсаңыздар болады. Сюжетті дайындағандар Бұрым Орынбасар, Дидар Мұхамадиев.